Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін сіздермен бірге әдеттегідей қанаттан бағдарламасы. Бүгін біздің кезекті талқылайтын синдромымыз ол көп адамдарға таныс, бірақ жиі назардан тыс қалатын құбылыс күту синдромы туралы. Ол туралы бізге толығырақ кеңесін бөлісетін құрбымыз Әсем Жанатова. Бәріне сәлем. Жалпы бұл синдром туралы қысқаша айта кететін болсақ, адам өмірін, жоспарын, бақытын үнемі кейінге қалдыру синдромы. Жалпы айтқанда, ертең бастаймын, жағдай жасалғанда, толық дайын болғанда деген ойлар осы синдромның негізгі көріністері болып табылады. Ендеше Әсемнің көзқарастары мен ойларын бірге талқылап көрсек, сіз қалай ойлайсыз күту синдромы туралы? Не айтасыз? Ең алдымен Динас өзіңе рахмет айтқым келеді. Подкастқа шақырып, қонақ болып күтіп отырсың. Көп рахмет. Сұрағыңа келетін болсам, жалпы мен осы соңғы кездері өзімнің санамда бір шекара, бір установка бар екенін байқадым. Соңғы кездері әсіресе қатты байқап жүрмін. Ол дәл осы синдромға байланысты. Мені дәл білгендей шақырыпсың. Себебі менде мұндай бір дүние бар, әрекеттерімде, жоспарлауымда. Мен ауқымды бір дүниелерді әрдайым жылдың басында бастағанды жақсы көремін. Бұл сәл перфекционизм де болуы мүмкін. Ең басынан бастасам, барлық нәрсенің басынан басталуы керек. Ең басынан деген бір установка бар менде. Одан бөлек, енді қазақи наным сенім бар, стереотиптер бар. Соған қарай маңызды шаруаларым, маңызды жұмысым болса, жазатын нәрсе, айтатын нәрсе, түсіретін бір жоспарларым болса, оларды сәтті күн сәрсенбі немесе қасиетті күн жұма деп атқарғанды жөн көремін. Бұл енді идеальный күндерге. Иә, бұл қазақи санада бұл өзің айтқандай идеал күндер болып есептеледі біз үшін. Бірақ негізі былай қарасаң, әр күннің бір нығметі бар, әр күннің бір бағы болады, берекесі бар, иә. Бірақ сенің берекеңді еселейтін күн емес, ол сенің атқарған жұмысың. Сондықтан қазірден бастап өзімді сәл өзгертуге тырысып жүрмін. Мысалы, бір жазба жұмысты бастау үшін аптаның басы немесе аптаның соңын емес, керек болса сейсенбі, ең ұнатпайтын күнім сейсенбі бастаймын. Болды. Мен бастасам, ол күн сәтті болады. Мен бастаған жұмыс сол басталған күні сәтті болады. Қазір өзімді осыған үйретіп жүрмін. Негізі, бұл күту синдромы ресми диагноз емес, бұл жай ғана психологиялық жаңағы кең таралған мінез-құлық деп айтуға болады. Енді статистикаға көшетін болсақ, адамдардың 50% осы маңызды жоспарларын кейінге қалдырады, және осы кейінге қалдырған жоспарларының 30-40% ешқашан орындалмайды екен. Сізде қалай болды? Қаншалықты сізде жоспарларыңыз, кейінге қалдырған жоспарларыңыз орындалды, немесе мүлдем орындалмады? Негізі келсем, статистикамен келсем, себебі шынымен ертең деп жүріп, көп дүние атқарылмай қалады. Бірақ мен бұны синдромға емес, одан да жаманы қарапайым жалқаулыққа жатқызам. Әрдайым дәл бір айтады ғой, золотой час деп, сондай бір алтын уақытты жасайым, дәл сол уақыты келгенде, заманы келгенде бастайым дейтін жұмыстар көп. Қазірдің өзінде өте көп, бірақ әлі бастай алмай жүрмін. Ал осы жерде өзімнің есіме түсіп отырған бір жағдайды айтайын. Шынымен бір өкініп қалған жағдайым бар. Мен былтыр академиялық ұтқырлыққа дайындық барысында документациядан қатты қорықтым. Себебі ол жерде енді шынымен қиын, өйткені документ бірден 3 тілде, оған қоса жаңа тілі қосылды, 4 тілде толтырылуы керек, және документация өте көп болды. Сол жұмыстың мөлшері, ауқымы мен үшін қорқынышты болды. Сондықтан мен оны дәл
күтіп дәл міне болды ертең ұшамыз дейтін күннің алдында ғана жазып әрең дегенде бітірдім. Түнімен жазып нотариус іздеп, жаңа 24/7 жұмыс істейтін нотариус табу қиын бізде. Ол кезде менде Астана емес, тіпті Павлодардамын. Сөйтіп бір ертеңге емес, ертерек бастасам екен деген өзіме бір ренішім болды. Бірақ Аллаға шүкір үлгердім, бәрін уақытында тапсырдым. Десе де бұл мен үшін бір үлкен сабақ болды. Әлі күнге дейін Әсем, сен шынымен ертең орындалады деп ойлайсың ба, сенімдісің бе деп өзіммен өзім сөйлесем, сенімді емеспін десем, онда қазірден жасауға бел буам. Сондықтан жаңағы айтып отырмыз ғой, бұл синдромнан негізі арылу оңай. Ең айтады ғой, действенный способ, шынымен көмектесетін нәрсе, ол бір рет бір нәрседен жеңіліп қалу, ұтылып қалу, жоғалтып алу, қап әттең деп қателесіп көру дейсің ғой. Иә, қателесу. Сенің ертең деп өткізген уақытыңның қадірін білсең, кейін сен бұл қателіктерге қайтадан жол бермейсің. Сондықтан достар, бұл әрине әртүрлі синдром бар өмірде, синдромдардың саны өте көп. Бірақ біздің санамыздағы бір ұстанымдар, мінезіміздегі бір қасиеттер, олардың барлығы осы жай ғана синдром деп жамылып қалуы керек деген сөз емес бұл. Яғни айтып өттім ғой, кей жағдайда мен бұны синдром деу емес, қарапайым жалқаулық, еріншектік деп де санаймын. Сондықтан синдромнан шығу үшін ең алдымен өз-өзімен күресуім керек. Иә, жаңа Әсем сөзінің басында айта кеткендей, бірінші мысалыңда сен перфекционизм туралы айтылдың. Идеальный уақытты күту деген сияқты. Екіншісінде өзінде қорқыныш болған екен бір нәрсені бастауда. Жалпы осы екеуін біріктірген кезде осы синдромның негізгі белгілері пайда болады, естеріңізде болсын. Және өзі де қорытындылап айта кетті, жаңа шығу жолын және қалай шығу керек, ең оңай жолын көрсетті. Ендеше Әсем, саған дайындаған бір-екі сұрақтарым бар, соған қысқадан нұсқа жауап берсең. Адам өзін қазір бастауға лайықсызбын деген ойдан қалай құтылуға болады? Меніңше, егер сен қандай да бір істі жасауға немесе затты алуға, қазіргі сәттің өзінде лайықсыз болсаң, онда ертеңде лайықсыз боласың. Одан арғы күні де сен лайық болмайсың. Сен мен лайықсызбын дегеннің өзінде, бұл сенің лайықты болуың немесе болмауың қандай да бір күнге байланып қалған жоқ. Сондықтан жарайды, егер дәл қазір лайықсызбын десеңіз, онда ертеңде лайықсыз боласыз. Сондықтан керісінше қазірдің өзінде лайықтымын, қиын болса да лайықтымын. Қазір қиналып қалсам да, немесе бір жеңілдік қаласам да, дәл қазіргі сәт, дәл in this moment мен лайықтымын, мен оны жасаймын, мен оны жасауға міндеттімін өзім үшін. Өте ұтымды жауап болды деп ойлаймын. Келесі, ол қазір әлеуметтік желілер бұл синдромның күшеюіне әсер ете ме деген? Меніңше жоқ, аса әсер етпейді. Себебі әлеуметтік желіде енді контент деген бар, контент жоспары деген бар. Медиада орны бар адамдардың барлығы өздерінің бөлісетін, жасайтын, өндіретін контентінің жоспарын жасайды. Бұл күні бұны салам, бұл күні басқасын салам деген сияқты. Сондықтан енді бұл жерде медиа адамы ретінде емес, медиа тұтынушысы ретінде жауап беретін болсам, ол маған әсер етпейді. Себебі олардың қандай да бір жетістікке нақты қай күні жеткенін мен білмеймін. Бірақ бір кішкене әсер етуі мүмкін, ол интрига. Сторителлингтердегі бір интрига ұстап қалады. Ертең дәл осы сағатта пост салатын болам, жалғасын күтіңіздер деген сияқты. Бірақ бұл қарапайым интрига, синдромға жатпайтын шығар. Бұл жай интрига болып саналады. Енді соңғы сұрақ болсын. Осы күту синдромын жеңу үшін ең бірінші қандай қадам бастау керек? Айтып өткенімдей, ең бірінші қателік жасау керек, өкіну керек. Ол енді бір үлкен өкініш, бір үлкен нәрсені жоғалтып алу деген сөз емес. Тіпті ұсақ түйектің өзінен бір сабақ алуға болады. Сондықтан қателесіңіз, жарайды, ертең жасаймын десеңіз, қазірдің өзінде бір маңызды істі ертеңге қалдырып жүрсеңіз, мейлі қалдырыңыз,
бірақ ертең бұл іс жасалмай қалса, орындалмай қалса, онда өкініп қалатыныңызды қазірден ақ біліп жүргеніңіз дұрыс болады өзіңізге де, және болашақта атқарар басқа да маңызды істеріңіз үшін де. Әсем, жауабыңызға көп рахмет. Біздің көрермендер өзіне керек дүниелері мен кеңестерін және ақылдарын алды деген үміттеміз. Әрбір көрген көрермен үшін, тыңдаған құлақ үшін алғысымыз шексіз. Сіздермен бірге болған мен Дүкенбай Дильна және Жанатова Әсем. Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.